Жеке брендке арналған Instagram курсы 2-ші сабақ қосымша видео. Мінекей Мәңгі сториске де келіп жеттік. Мәңгі сторис дегеніміз бұл кәдімгі сториске қарағанда 24 сағаттың ішінде жойылып кетпей, өзінің актуалдылығын жоғалтпай, орысша айтқанда актуальный сторис, сіздің парақшаңызда сақталып тұрады. Бұл Мәңгі сторис жайлы көп адам білуі мүмкін, бірақ көп мүмкіндігін қолдана бермейді. Не үшін керек? Мысалы, менің парақшама жаңадан бір оқырман келді. Мені танымайды, бірақ басында фотоға қарайды, бионы оқиды, ары қарай көзі Мәңгі сториске түседі. Қарап отырсаңыздар, әрқайсысын қарай отырып, мысалы экологияға кіреді, кейін осылай менімен сүргенді қолдайтынды танысу мүмкін. Немесе сананың қалай жоба басталғанын, немесе қарап отырсаңыздар, 29 апта бұрын салынған сторис, не үшін сана деп атадық, мысалы, сторис сақталған, мақсаты қандай деген секілді әр түрлі ақпаратпен мысалы жақынырақ бола бастайды. Сондықтан да міндетті түрде осыны қолдануыңыз керек. Әрине, визуалды тұрғыдан сізге парақшаңыз әдемі болып көріну үшін оның барлығы бір стильде болғаны абзал. Мен Photoshop бағдарламасын білгендіктен маған эмоджи тақырыбы қатты ұнады, және мен осылай эмоджимен өзіме Мәңгі сторис жасадым. Сізге міндетті түрде осындай бұл шарт емес. Мысалы, сана орталығындағыдай көк фонда әртүрлі иконкаларды қолдансақ болады. Осындай әдемі обложканы қалай жасаймыз? Енді соған тоқталсақ. Ең қарапайым жолдардың бірі бұл әрине Google. Google-ға аластарда иконки для актуальных деп терсеңіз болды. Ол сізге әртүрлі картинкаларды ұсыныс ретінде береді. Осының ішінен өзіңізге ұнаған таңдап алып, соны қоя берсеңіз болады. Әрине, осындай көп суреттердің ішінен өзіңізге ұнайтын ұзақ таңдап жатпау үшін, сіз иконки для актуальных, мысалы, для салона красоты, для учебного центра деп өзіңізге қандай ұнайды, соның жақынырақ суреттерді тапсаңыз болады. Басқа жолы ол қосымша арқылы. Енді Инстаграмды жиі пайдаланатындықтан, мен сіздерге осы 3 қосымшаны жүктеп алуға ұсыныс беремін. Осының ішінен біз қазір Story Artпен жұмыс жасайтын боламыз. Story Artқа кірсеңіздер, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жақта әртүрлі нұсқаларды сізге ұсынады. Осының ішінен екіншісін қарасаңыздар, бұл Мәңгі сторисінің әртүрлі шаблондары. All дегенді басайық. Әрине, кез келген қосымшада пайда табу керек, сондықтан барлық шаблондар бірдей тегін емес, ақылы түрлері өте көп. Мынау қарап тұрсаңыздар, коронасы тұрған, немесе ақылы түріне өтсеңіздер болады, немесе тегін шаблондардың ішінен де таңдауға болады. Осы нұсқасын таңдайық. Әрине, сізге вилка мен пышақ қажеті болмауы мүмкін, сондықтан біз басқа иконка оның орнына таңдаймыз. Ол үшін иконканың өзін басып, шетін басуға болады, немесе бұны мүлдем жойып тастап, астындағы плюс таңбасын бассаңыз, не сізге картинка жүктеуге болады, текст жазуға болады, немесе мынау иконкаларын өзін таңдауға болады. Мүмкін сіз өзіңіздің бір фотографсыз, және фотоның суреттерін көрсеткіңіз келсе, мінекей сізге дайын тұрған фотоаппарат. Немесе сіз гүл дүкеніңіз бар, немесе гүлдерді жақсы көресіз, аласта гүл туралы сторис жасасаңыз болады. Мысалы ретінде гүлді таңдайын. Енді осыны біз өзіміздің ұялы телефонымызға картинка ретінде сақтап қояйық. Сақталды. Енді бізде барлығы бір шаблонда болу керек қой, сондықтан ары қарай басқасын таңдаймыз. Мысалы ретінде гүлден басқа, тағы да басқа мемлекетке, немесе басқа қалаға барған туралы жазуға болады. Осы суретті сақтап қояйық. Ары қарай кеттік. Мысалы, музыка жақсы көресе, гитарада ойнайсыз, немесе гитарада ойнаған стористеріңіз бар делік. Осы үшеуін сақтайық. Мысал ретінде болғандықтан мен сіздерге оның барлығын көрсетпей, аз нұсқасын ғана көрсеттім, ары қарай сіз өздеріңіз жұмыс жасайтын болыңыз. Жақсы картинкалар бар, енді оны осының үстіне қалай қоямыз. Сіздерге мысал ретінде добавить в актуальный деген плюс батырмасын басатын болсаңыздар, сізге барлық өзіңіздің осы уақытқа дейін түсірген актуальныйларыңыздың ішінен өзіңізге арнап бір таңдап алсаңыз болады. Мысалы, мен мынау әртүрлі қалаларға қатысты актуальный жасағым келеді делік. Осыны таңдадым.
енді өзіңіз көріп тұрғандай редактировать обложку, яғни бірден осы сәтте сіз обложканы беріп кетсеңіз болады. Және мысалы тақырып ретінде мен айтайын, қала деп жазайын, немесе бізде қандай болды, гүл болды, иә. Редактировать обложку дейсіздерде, мінекей сол жағында галереяны бассаңыз, гүлді таңдап, готованы бассаңыз, құттықтаймын. Сізде енді мына жақта осы шаблонмен мәңгі сторис пайда болды. Тура солай сіз кем дегенде 3-4 мәңгі сторис жасап шығыңызда. Тапсырмада айтылғанда ең басында парақшаңыз қандай еді және ең соңынан қандай түрге келді, соның скринін жіберіңіз. Әрине маған бұл актуалды керек емес, сондықтан мен оны мүлдем өшіріп тастаймын. Сол кезде ол менің жалпы бірінші бетімнен де жойылып кетеді. Тыңдағандарыңызға рахмет, тапсырмаларыңызды күтемін.